Кез келген әкімнің жұмысын халықтан артық ешкім бағалай алмайды. Армысыздар, сіздермен бірге Айдана Бекқалиқызы бүгін Саран қаласына келдік. Суреттегісін танисыз ба? Біздің әкім емес пе? Иә, жұмысына қалай көзқарасыңыз? Нормально. Қалай жұмыс істеп жатыр? Енді ептеп енді қаланы нетіп жатыр ғой. Жөнге келтіріп жатыр. Алла разы болсын. Ержан Темірхан. Аха, жалпы жұмысына көңіліңіз толады ма? Қалай жұмыс істеп жатыр? Иә, біздің бұл әкім енді Саранға бір Құдай берген әкім болды бізге. Көп болды бізде Саранда мұндай әкім болмағанына. Көп жұмыс атқарды. Саранның ыртейтін автобустар завод ашып жатыр қазір. Сосын кейін мына шыны завод ашып жатыр. Саранда қаншама адамға жұмыс беріп жатыр. Енді мына Саранымызды көркейтіп жатыр міне. Қаншама көшелерге баяғыда Совет үкіметінен асфальт салынбаған, соның бәрін асфальттап, бәрін дұрыстап, Саранға көп үлесін бөліп, халықпен жұмыс істеу білетін әкім негізі. Жалпы көңіліңіз толады? Мен бұл кісіге мұнда бір рахмет, бұл кісіге. Елімізге берген жақсы азаматы, енді Астанаға кетіп қалмаса деп қорқамын өзі. Қарағандыға барса енді оған көңілім толады. Осы Саранның әкімі ғой. Иә, жалпы жұмысына көзқарасыңыз қалай? Қалай жұмыс істеп жатыр? Жұмысы жақсы, күшті. Қалада қандай өзгерістер болды бұл кісіге отырғалы? Жолдар жөнделді, анда нелер салынды, өтірік етпесем. Кинотеатр, в общем, көп нәрсе салынып отыр ғой, барлығы түзелді. Қандай да бір проблемалар бар ма қалада? Проблемалар ма? Енді тағы біраз жолдар жөндеу керек. Қалай? Саран қаласының әкімі. Жалпы жұмысына көңіліңіз қалай, көзқарасыңыз? Көңілім толады. Қалада соңғы кезде қандай өзгерістер Көп өзгерістер болып жатыр, әсіресе жастарды ұйымдастыруға байланысты. Саран әкімі. Иә, жалпы жұмысына көзқарасыңыз қалай, көңіліңіз толады ма? Толады. Жақсы. Жұмыстар атқарылып жатыр соңғы уақытта? Жолды жақсы қаралып жатыр. Ай сайын жәрмеңке істеп жатыр. Саран қаласының әкімі бізді таң қалдырды. Осыған дейінгі жүргізген сауалнамаларымызда қала әкімдерін ешкім танымаған болатын. Ал Саран қаласының тұрғындары қала әкімін жақсы таниды және жұмысына көңілдері толады. Сіздермен бірге болған Айдана Бекқалиқызы, Жасұлан Мақұлбеков, арнайы Life 09 үшін.